Лисаков қаласының полиция бөлімінде түрлі ұлт өкілдері қызмет атқарады. Олар үшін маңызды біріктіруші сәттердің бірі мемлекеттік тілді меңгеру болып табылады. Осы орайда ішкі істер органында аптасына бір рет қазақ тілін үйрену бойынша сабақтар өтеді. Жалғау түрлері неше түрі бар? Бүгінгі сабақта полиция қызметкерлері жалғау түрлерін, яғни көптік, жіктік, тәуелділік, септік жалғауларын қайталап еске түсіруде. Дәрісті Лисаков қалалық тілдерді оқыту орталығының қазақ тілі мұғалімі Анна Енчук жүргізуде, және тәртіп сақшылар үшін мұндай сабақтардың берер пайдасы зор дейді. Сабақтар оқылым, тыңдалым, жазылым, сөйлесім дағдыларын қалыптастырады. Арнайы сөздікпен таныстырамыз. Одан басқа лексикалық жағы жаттықтырамыз, грамматикамен айналысамыз. Меніңше полиция бөлімінің қызметкерлеріне өте маңызды. Олар адамдармен қарым-қатынасады. Мемлекеттік тілді оқып үйрену бойынша мұндай сабақтар жергілікті полиция бөлімінде аптасына бір рет жұма күндері өтеді, және оған басшылардан бастап қатардағы тәртіп сақшыларына дейін барлығы түгел қатысады. Қазіргі таңда мемлекеттік тілді мемлекеттік қызметкерлерге білу және қызметтік жүйеде пайдалану өте маңызды. Сондықтан осылай қызметшілер білу үшін сабақтар өткізілуде бізде. Қазақ тілі сабақтарының белсенді тыңдаушыларының бірі Андрей Грабер. Ол патрульдік полиция взводының аға инспекторы. Тәртіп сақшысы мемлекеттік тілді еркін білуге талпынып жүргендігін айтады. Для каждого сотрудника государственный язык очень важен. Мемлекеттік тілді оқып үйрену кез келген полиция қызметкері үшін өте маңызды деп санаймын. Себебі біз күнделікті тұрғындармен, азаматтармен тығыз қарым-қатынаста жұмыс істейміз. Кейбір адамдар орыс тілін түсінбейді. Мұндай да жағдайлар кездесіп жатады. Сондықтан біз қазақ тілін меңгеруіміз қажет. Ынта болса алынбайтын қамал жоқ. Қазіргі кезде ана тіліміздің беделін көтеріп, күнделікті қолданыста мемлекеттік тілде дұрыс сөйлеп, барлық іс-шара, жиналыс, дөңгелек үстел, семинарларды қазақ тілінде жиі өткізіліп тұрса, мемлекеттік тілдің үстемі көтерілетіні анық. Әлия Станислав Туркан, ақпараттар қызметі.